Сәлем баршаңызға, мен осындай қызыма юбка тіккен болатынмын. Енді осыған қосымша ретінде, аксессуар ретінде сумка тігемін деп уәде бергенмін. Естеріңізде болса, сол сумканы мен бүгін тігіп шықтым. Және менің каналыма тіркеліп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Каналыма лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Юбкасын арнап, то есть енді жаңағыдай подсвет сумка тігетін боламыз. Мен осындай қалдықтарды пайдаландым. Бұл қалдықтар жаңағы бір көйлектің жеңінен қалған, яғни жеңі болған, соны қырқып алдым. Оны түзулеп, жан жақтарын түзулеп, екеуінде бірдей етіп қырқып алдым. Мендегі шыққан өлшем 28-де 20 сантиметр болды. Осы өлшем бойынша екі матаны да қырқып алдым, теңестіріп. Одан кейін дублерин матасын жабыстырып, біреуіне қатайтып алдым. Енді сабағымды тамашалап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, қолдап, комментария жазып отырыңыздар.
осындай әдемі сумка шықты, бағалап кетіңіздер. Үйде кез келген матадан тігіп алуға болады. Қыздарыңызды осылай кішкене сумкаменен тігіп беріп қуантыңыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай. Бағалап кетіңіздер, каналыма жазылып қолдап отырыңыздар.